Дана, сен не жайлы ойланып жүрсің? Қазақ тілінен мәтін құрастыруға тапсырма берген. Сол туралы ойланып жүрмін. Оны құрастырмас бұрын сен мәтінге қатысты өткен ережелерді есіңе түсіріп ал. Жарайды, білетінімнің бәрін айтып шығайын. Мысалы, қ деген дыбыс, онымен ешқандай ойды жеткізе алмаймыз. Қыс десек, бұл сөз. Дыбысқа қарағанда мағынасы бар. Бірақ жеке сөзбен де айтқың келген ойды жеткізу қиын. Қыс келді десек, сөйлем болады. Ой аяқталған болса да, біз онымен байланысты көп нәрсе біле алмаймыз. Ал қыс келді, қар көп жауды, аязды күндер басталды, адамдар қалың киінді, жан-жануарлар жылы орындарды паналады деген бірімен бірі байланысты бірнеше сөйлеммен ойымызды ауызша немесе жазбаша толық жеткізсек, ол мәтін болады. Жарайды, мәтін туралы түсінігің бар екен. Сенің қандай тақырыпқа мәтін құрастыруың керек? Тақырып дейсіз бе? Иә, мәтінде не туралы айтылатынын көрсететін сөз мәтіннің тақырыбы болады. Яғни тақырып деген мәтіннің атауы. Менің құрастыратын мәтінімнің тақырыбы демалыс. Сен мәтіннің қандай түрін құрастыруың керек? Білмеймін. Біз мәтіннің түрлерін өткен жоқпыз. Сіз маған